Өте дәмді болып шығатын сникерс тортын жасаймыз. Видеоны ұнаса лайк басып, жаңадан жүймасын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіз. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алған қоспамызға сұйық май, су қосып, оның қопсытқыш какаоамызды алдын ала илегіштен өткізіп қосамыз. Жақсылап барлығын бір қоспа болғанша миксерлеп 180 градуста пешке 3-ке бөліп пісіріп аламыз. Тортымыз дайын болғанша креміміз дайындаймыз. Сливкемізге творожный сыр, сахарный пудрамызды салып миксерлейміз. Бастапқыда ақырын жылдамдықта миксерлейміз, одан кейін қатты жылдамдықта миксерлеп, қою крем болғанша миксерлеп аламыз. Енді екінші креміміз дайындаймыз. Вареный сгущенкаға арахисті қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Тортымызды суытып алып, кольцо кигізіп жинаймыз. Бірінші тортымызды салып, үстіне вареный сгущенкамызды жағып шығамыз. Екінші коржымызды салып, сливкиден жасалынған кремімізді жағамыз. Үшінші бисквитімізді бетіне қойып, 30-40 минутқа холодильникке салқын жерге қойып қоямыз. Тортымыз салқын жерде тұрғанда глазурімізді жасаймыз. Глазурімізға шоколадты сұйық май қосып, водяной баняда немесе микроволновкада ертіп алып, үстіне арахис саламыз. Жақсылап араластырып алып, бетіміздің тортымызға жағып, жан-жағына бәріне жағып шығамыз. Тортымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, алда жаңадан рецепттер жүймасын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.